Ассалаумалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер, Казио каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда жалпы бизнес туралы, Вайбрес туралы пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз инвестицияны қалай тарту керек. Мынау Рамазан мен дос балам, өзінің компаниясы бар, туристический компаниясы, қазіргі уақытта $83 мың оцениваться етіліп жатыр. Ол деген 20 жасар балаға өте үлкен результаттардың бірі. Маған бірінші инвестиция тартудың көмекшісі болған осы менің досым болатын. Көп нәрселерді білмей, осы баладан барып сұрайтын, өйткені бұл именно финотчет жағынан өте мықты болатын. Сол сияқты бұл баланы мен жақсы танимын. Сондықтан бұл баланы мен өзімнің YouTube каналыма қонақ ретінде шақырдым. Сіздермен инвестицияны қалай тарту, бана Вайбрес бойынша инвестицияны қалай тарту керек екені туралы кішігірім өзінің ойын айтып өтеді. Давайте, бірінші сіз бізге инвестиция туралы айтып өтсеңіз, кішігірім, чтобы адамдар кішкене көрініс көретіндей. Окей. Мынандай бір основной момент түсіну керек. Инвестицияда біз кейде ол инвестицияны займмен шатастырамыз. Қарызға ақша алумен шатастырамыз. Ол дегеніміз адамдар былай түсінеді. Мен қазір 2 миллион теңге аламын, 6-дан кейін оның үстіне 2,5 миллион қайтарып беремін. Ол деген чисты займ. Қарызға процентпен ақша алу. Сен барып сол нәрсені 2 миллион, 1 миллион теңгені саған банк береді, сол процентпен почти. Оны париться сен. Ол еще халал емес, иә? Иә, ол енді мен ол жағынан кішкене емес, сен зерттеп көрсең болады. Былай дұрыс емес деп айтады. Егер мысалға сен отбасында бір жағдай болса, 2 миллион теңгемін балам, осыны құй, маған қайтарып бере салсын. Это норм, это қарызға ала салдым, ешқандай процент бермедім. Менің случайымда дұрыс бағыты ол қалай болатын. $83 мың мен былай істедім. Инвестор мысалы маған келген кезде мен айттым, $100 мың компания оцениваться дедім. И бізде өзіміздің бір ішкі договоренностьтер болды. Оны негізі айта алмаймын публично. $83 мың біз түсірдік. Мен соны 20% саттым. Условно саттым. Сол үшін мен компанияның дамуы үшін мен 7,8 миллион теңге алдым. Сол алған ақшаны мен компанияның дамуына қортамын. И ары қарата бір определенный срокта мен оны ақтаймын. Инвесторға өзінің ақшасын қайтады. Долясын сатып аласың ба? Өзі ақшасы қайтады мысалы инвестордың. И инвестор ары қарата уже пассивный доходқа кетеді. Сол 20% жылдың соңында, әр жылдың соңында прибыль алып отырады ғой. Түсінікті, инвестиция мен займмен шатастырмаңдар дегенге келісемін. Енді қараңыз, бізге инвестиция туралы 3 факт айтыңыз. Инвестицияны қалай тарту керек? Ең важный нәрселер, 3 ең важный нәрсені айтып өтіңіз. Біздің уровеньда да, кез келген уровеньда да негізгі айтылатын нәрсе, инвестор кімге келеді? Инвестор негізі біз өзімізге келеді. Біріншісі. Иә, біз қандай адамыз, порядочныймыз ба, біліміміз бар ма, қалай өзіміз, сен өзің бар, келісуге барасың ғой. Сен уже сразу көрінеді да, инвестор саған айтады. Бір кеше бір история оқып қалдым, 2 миллион теңге инвестиция керек деп айтқан, история жазып қойыпты, бардым, 2 сұрақ қойды, домаға қайта жүрді. Отчет етіп жүрді. По идее, ол уже біздің бірінші уверенность, қалай сөйлейміз, қалай өзіміз подавать етеміз, сол нәрселер да бізге келеді. Екінші, артында тұрған командаға. Егер сен командаң как будто бір функция болмаса определенно орындалып жатқан, ол қызық емес. Система болмаса, иә? Иә, система болу керек, жұмыс істеп жату керек. Үшіншісі, ол жаңағы финмодель. Финансовый модельде сенің отчетностьтарың түгел болу керек, конечно. И плюс сенің моделіңде қанша айдың ішінде инвестор өзінің ақшасын қайтарып алады. Соны ол четко көру керек. Иә. Точка бизнес қай кезде шығады. Оны сол білу керек. Иә. 6 ай, 12 ай. Өйткені осы нәрсемен болмаған кесірінен 1-2 инвестициядан айырылып қалған болатын. Ол жақтан маған Рамазан досым көрсетті, финотчетті бағанағы СДС деймі бір нәрсе дейді? Жоқ, получается, финансовый модель ғой. Полный финмодель. Финмодель құрастырасың. Кстати, біздің Инстаграм парақшамызда Рома финмоделін өзінің былай істегіміз келді. Финансовый модельді мен бере аламын. Мен подписчиктеріме? Иә. Финансовый модельді береді сіздерге бесплатно. Шаблон береді. Оны алу үшін сіз? Просто подписаться етіп, плюс қалдыра салса. Иә. Осы баланы Инстаграм белгілеп кетем, және менің Инстаграмыма подписка жасап, осы баланың дайректіне плюс жіберсеңіздер, болғаны сіздерге финотчеттің полностью жасаған шаблонын жібереді тегін. Енді тағы бір жайт, инвестицияны қайдан тартамыз? Мен бірінші ойым қарам. Инвестицияны тартқан кезде
көбісі ары қарай ойлайды да. Инвестиция ойбай қиын деп ше. На самом деле өзінің ісін бағана бірінші факт ол өзің деді ғой. Өзінің ісін ұқыпты дұрыс істеп жүрген адам оған инвестиция былай да былай келеді. Оған таласады инвестиция жасауға. Енді бізде біріншісі ол, допустим, сізде ештеңе жоқ пока что. Бірінші инвестиция мен ойлаймын іздеу керек өзіңнің таныстарыңның, туысқандарыңның арасынан. Өйткені сен ешқандай знаменитость емессің, сен андай мен сияқты блогер емессің деген секілді. Просто сен өзінің бағанағы жандағы туысқандарыңа, әке-шешеңе, ағаңа, ақшасы бар адамдарға осылай финотчет жасап предлагать етіп көресің. То есть ол саған сенеді ғой енді туысқаның. Тағы қай жерден іздеуге болады? Бағана айтып жатсың ғой, негізі бір определенный этаптар деп айтсам болады. То, что біздің случайымызда біз инвестиция тартамыз деген бір определенный ой болмады ғой, дұрыс па? Істеп жатқан кезде. Сенің случайыңда да, менің случайымда да өздері келді. Мен қалай іздедім, мен стратегический партнер іздеп жатқанмын негізі. Сол кезде адамдар жазып бастады. Вот мен боламын, и тұрады инвестор боламын. То есть екінші способ ол социум, то есть Инстаграм арқылы сен өзің партнер таптың. Через Инстаграм таптым, ол уже мені, оказывается, мен оны потом білдім. Оказывается, мен досым Дарын деген. Бағанағы Нұрбеке менің жаңағы немді жібере салды постымды. Что ищу инвестора деген бір пост салғам и плюс сторис там. То есть үлкен инсайт ол сіздер өздеріңіз бірінші бағана өздеріңіздің окружениедан, екіншісі ол бағанағы социальный сетьтен тапсаңыздар, ВК бар, Инстаграм бар, WhatsApp бар, анау бар, мынау бар. Барлық жерден все возможные варианттарды көріңіздер. Енді тағы бір последний сұрақ, бізде қазір уақыт тығыз. Соңғы сұрақ ол инвестиция вообще керек па? Инвестиция негізі әр ситуацияда әр қалай ғой. Менің случайымда керек болды. Егер сенің проектің или сенде ақша бар, допустим, да, и сен бір определенный промежуткта осынша бір генерировать деген бір планың бар. И сол өзіңнің суммаңды вложить етесің, и шығарасың, реинвестировать етіп тұрасың. И олай көтерілу реально. Өйткені кейбір бірақ кішкене ұзақ болуы мүмкін. Кішкене ұзақ болуы мүмкін. Бірақ дәл сол процесті, бірақ мынау ұзақ процесстен сен көптен қателікке ұшырайсың да өзің ақшаңмен. И сен бір конкретно бір өзіңе инсайттар аласың. Инвестордың ақшасымен сен тез етіп қою мүмкінсің. Бағанағы нелер. И сен анау кішкентай суммадағы қателіктерді кейін қателік болмай қалды ғой аяқта, дұрыс па? Аяқта келесі этаптарға өттіңде үлкен суммамен қадалу мүмкінсің. Айтпақшы, ақша деген ол Марғұлан Сенбаев айтпақшы, ол газ. Сіз машинада отырыңыз деп ойладыңыз, елестетіңіз, ол машина ол сіздің жасап жатқан ісіңіз, руліңіз, то есть. Если сіз рульді максимально дұрыс ұстайтын болсаңыз, газды қосқан кезде максимально тез екінші точкаға жетесіз. А если дұрыс руль ете алмасаңыздар, каждый скорость көбейген сайын уже управление қиындай бастайды ғой. И итог кетсе, қанша қатты жүресің, сонша қатты қадаласың былай айтқанда. Так что вот, Рома, рахмет. Финотчет туралы жазамыз, подписка жасаймыз, біздің YouTube каналға подписка жасаймыз. Сіздерге пайдалы ақпарат болса, лайк басып кетіңіздер. Все, сау саламат болыңыздар.